Жетісу облысы Панфилов ауданы Көктал ауылдық округімен сіздерді таныстыратын боламын. Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Фариза. Өзім оңтүстіктің қызымын. Тұрмысқа шыққанда ғана, осы ауылға келін болып түскенде ғана ауыл туралы толық біле бастадым. Ауылым алтын бесігім демекші, осы ауылда туып өскендей ауыл маған ыстық бола бастады. Ауыл 1872 жылы Тобыл губерниясынан көшіп келген 19 шаруа отбасынан басталған еді. 3 жылдан кейін мұнда Сібір қазақтарының 50 отбасы қоныс аударады. 1926 жылы Көктал ауылы болып аталады. 1957 жылы ауылда Көктал асыл тұқымды қой шаруашылығы құрылды. Егемендік алғаннан кейін 1997 жылдан бастап өндірістік шаруа қожалықтары құрыла бастады. Панфилов ауданы бойынша бірінші құрылған мектеп Абай атындағы қазақ орта мектебі. Абай мектебі 1964 жылы құрылған. Қазіргі таңда 1000-ға жуық оқушы білім алады. 100-ге жуық мұғалім жұмыс істейді. Оқушылар республикалық байқаулардан бас жүлделер алып келеді. Мектептің құрылғанына 60 жылдан асты. 60 жылдың ішінде мектептің өзіне тән қаншама тарихы бар десеңізші. Ауылдағы ең үлкен білім ордасы Дінмұхаммед Қонаев атындағы мектеп. Мектепте оқушылар қазақ, ұйғыр тілінде білім алады. Ұйғыр халқы Қазақстандағы ең көп санды диаспораға жатады. Бірлігіміз жарасқан туыс халықпыз. Мектеп 1978 жылы құрылған. Қазіргі таңда 1000-ға жуық оқушы білім алады. Мектептің өзінің 46 жылдық тарихы бар. Ауылдың 60% тіршілік көзі мал шаруашылығы және егіншілікпен айналысады. Болашақ жастар қолында. Құлағыңа алтын сырға демекші, ауылымыздың болашақ жастарына айтарымыз, ауылымыздың гүлденіп көркеюі сіздердің қолдарыңызда. Ауылдағы мәдениет үйі Совет үкіметі кезінде құрылған. Белгілі бір себептерге байланысты мәдениет үйі өз жұмысын тоқтатқан. Қаншама жылдар бойы қаңырап босқа жатты. Егемендік алғаннан кейін мәдениет үйінің жұмыстары қайттан елімізде қолға алына бастады. 2012 жылы жаңадан ремонт жасалып, 2013 жылы мәдениет үйі ашылады. Қазіргі таңда 12-ге жуық ауыл тұрғындары жұмыс жасайды. Ауылымызда 2 саябақ бар, үлкендерге және балаларға арналған. Көктал ауылында 2 үлкен мешітіміз бар. Бірі Көктал орталық мешіті, екінші мешіт ауыл центрында ұйғыр мешіті деп аталады. Көктал ауылы аудан орталығы Жаркент қаласынан 18 шақырым жерде орналасқан. Қазіргі таңда 15 мыңға жуық халқы бар. Ауыл туралы түсірген кішігірім видеоролигім ұнаған болса, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Осы видеоны ауылда тұратын досыңызға жіберіңіз. Өзінің ауылы туралы видеоны көріп бір қуанып қалсын. Каналыма тіркеліп кетсеңіз, мен үшін ең үлкен мотивация болатын еді. Бұл менің жемісім. Сіздермен бірге Көктал ауылының келіні Фариза.